Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қойдың төс етін осылай духовкада пісірудің бір тәсілін көрсетемін. Арнама қош келдіңіздер. Мен тоқтының төс етін осылай алдын ала дайындап алдым. Пышақтың көмегімен үстіңгі жағын осылай кесіп аламыз да, одан кейін дәмдеуіштерді дайындаймыз. Кориандр, қара бұрыш, паприка, тұз. Жақсылап араластырып аламыз да, үстіне куркума мен копченый паприканы қосып араластырып аламыз. Осы дәмдеуіштермен енді қойдың немесе тоқтының төс етін осылай барлық жағына жағып, біркелкі қолымызбен жағып шығамыз. Мен бір күн алдын ала төсті маринаттап қойдым. Тоңазытқышта ертеңінде фольгаға орап пісіріп алдым. Енді барлығын араластырып болғаннан кейін қалауларынша жаңағы сарымсақ, чеснок пен майонезді өздеріңіздің көз мөлшерімен жаңағы жағып шығасыздар. Негізі, егер үлкен малдың төс еті болса, онда қызыл вино немесе етке арналған маринадты қосып араластырсаңыздар, еттеріңіз жұмсақ болып піседі. Міне менде мұнда сарымсақ, енді осының үстіне көз мөлшерімен майонезді қостым. Жақсылап араластырып болғаннан кейін етіміздің үстіне жағып шығамыз. Қалауларынша төс етті бірнеше сағатқа маринаттап қойсаңыздар болады тоңазытқышта. Менде бір күн тұрғандықтан ертеңінде противенге салып, фольгаға орап 180 градуста 2 сағаттай, 2-2,5 сағаттай пісіріп алдым. Одан кейін бетін ашып 20 минуттай қызартып пісіріп алдым. Төстің ішінгі жағына дәміне қарай өздеріңіздің қалауларынша менде болгар бұрышы мен сәбізді қосып жібердім. Осылай жақсылап салып, одан кейін бетін орап, духовкаға салып қоясыздар. Егерде асылған төс еттен жалықсаңыздар, онда осылай духовкада маринаттап пісіріп көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.